Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Осы логотипті Pinterest'тен көріп қалдым. Осы логотипті қалай жасап көргенін үйренетін боламыз. Бір атақты дизайнер айтқан екен ғой. Копируйте, 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 и однажды вы станете там өзінің вкусың пайда болып бір дизайнер шығасың дейді да. Сондықтан осы көшіру жалпы адамға күшті не береді, опыт береді. Осылай қойып қоямыз. Ctrl-S, Ctrl-V дейді. Сосын мынау екеуін тағы да Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да. Айналдырамыз. И Alt-Shift кнопка ұстап тұрып осылай қойып аламыз. Мінекей. И белгілеп аламыз. Артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Мінекей. Қалыңдығын сәл көбейтейік. И ортасынан мынандай жұлдызшаны қойып қою керек. Оның жұлдызшаны жасаудың әртүрлі жолдары бар. Ең жеңіл жолын алайық. Осылай қойып аламыз. Эффект исказить, вытягивание и раздвоение деген бар. Осындай жол бар. Объект. Разобрать оформление дейміз. Осылай артық элементін өшіріп тастап болады. Енді бұны айналдырып аламыз. Бәрін белгілеп аламыз. Объект разобрать дейміз. Окей деп басамыз. Енді осын басып, объект, контур, создание параллельный контур дейміз. Осылай тұра берсін. Окей дейміз да. Енді жерде артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Мінекей достар, бұл логотипті біз қайталап шықтық. Бұны центрге қойып қойық. Артқы фонын сәл серый золотистый қылып қойық. Артына жіберейік. Болды. Достар, осымен логотип дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Төменде Instagram парақшам бар, сол жерге тіркеліп маған жазсаңыздар болады. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.